Бұл оқиға ертегілер елінде, Қазақия жерінде, Сырдария бойында Асқабақ ауылында болған екен. Асқабақ ауылын картадан мұқият қарасаңыз, тауып алуыңыз да мүмкін. Я, Қазақия жер жәннаты десе де болғандай. Табиғаты керемет құтты мекен. Тұрғындары қарапайым, жайсаң жанды, көңілді болып келеді. Тіпті олардың көбі сіздерге таныс болуы да ғажап емес. Міне, мынау мәселенки кәдімгі асық. Сәлем балалар, мен асықпын, өмірге ғашықпын. Әр күн сайын жақсылық жасауға асықтым. Ал таңертең жалқаулықтан қашайық, түрлі жаттығулар жасайық. Ей, Камшат! Не боп қалды асық? Таң атпай қайда асықтың? Көлге барып, шомылып қайтайық. Шықсаң шен тезірек. Ай, асық-ай! Асығасың да жүресің ау? Қазір шығам. Кеттік! Мені бұлай қорқытпаңдар. Көздеріңе қарамайсыңдар ма, қағып соғып, мазаламаңдар мені. Қойшы соны, қырсық өзі бір. Көл қайда? Сендер неге? Көз жастарыңды көлдетіп отырсыңдар. Қуанатын түк те жоқ. Қуаңшылық жайлап, көліміз суарып барады. Қызық екен. Ал, бұған кім кінәлі? Мен емес. Балық. Сен не дейсің? Балықтар сөйлемейді. Қорқатында түк те жоқ. Көп түкірсе, көл болады деген бар емес пе? Қанекей, бәріміз бірдей түкірейік. Көліміз орнына Кәне көл бақалар. Сап түсіңдер. Кәне, түкіреміз. Қане, енді жылдамырақ. Сендерді қайдам? Мен шаршадым. Көліміз көбеймек түгілі азайып барады ғой. Ей, жүріңдер! Торсық атайдан сұрайық. Бір білсе, сол кісі білер. Ей, баламысың деген. Сендер мақалдың мәнін астарын түсінбегенсіңдер ғой. Көп түкірсе көл болады деген, көп болып қолға алса бітпейтін жұмыс жоқ дегенді білдіреді. Яғни, бірлік түбі береке дегендей. Ата, мақалдың мәнін түсіндік. Ал енді көлдің суы не болмақ? Иә, анау көл бақыларға да обал болды ғой. Балықтар қырылатын болды ғой. Жылама, көл бақа, балықтар. Сендер бұлай етіңдер. Сол көлге құятын сонау арықты жағалап, өзенге дейін тексеріп шығыңдар. Мүмкін бір жерде тосқауыл бөгет қойылған шығар. Онда не қып тұрмыз? Кеттік! Әне, құбыр. Абайла асық. Ештеңе көрінбейді. Ішіне кірем. Хоппа.
Қандай құбыжық? Қане айтшы, қандай өзі? Апандай, мұрты бар ғой, жыландай, көзі бар ғой, мынандай, шылт-шылт етеді. Ол бәле түбімізге жетеді, қашыңдар. Асықпай жөндеп айтшы, мұрты жыландай деген қандай өзі? Осылдап айбат жегеме сонда? Ешқандай да құбыжық емес. Жайын ол. Трубаға басы кептеліп қалған. Не әрі, не бері шыға алмайды. Жайын? Ау, анда тұраға. Онда оған көмектесіп құйрығынан тартып шығарып жүрмейсіздер ме? Солай етсек, көлге қайта су толар еді. Біз 3-4 жабылып тартып көрдік, шығара алмадық. Қазан бас неме? Көп түкірсек көл болады деген. Және бір тартып көріңіздер. Сендерге мұна көл бақалар көмектеседі. Солай емес пе? Иә? Қуасың ба? Жүзіміз жабылсақ та тарт алмаспас. Әйтпесе қуана көмектесер едік қой. Және де шыға қалса, өзімізді қуалап жұтып қояр. Енді қандай амал бар, а? Ойланайық. Таптым! Кәмшат, сенде айна бар ма? Айна? Я, бар. Оны қайтесің? Онда жылдан барып алып кел. Жайынды сол айнаның көмегімен құтқарып аламыз. Қалай сонда? Мен жайынды көргенде, құбыжық көргендей қорықтым емес пе? Менің ойымша, жайын өзін айнадан көрсе, дәл солай қорқады. Ары қарай не болатынын көрейік. Жарайсың, Асық. Мен қазір жүгіріп барып айна келе қояйын. Міне айна. Кәне, көтеріңдер. Кәне. Ойбай, құбыжық. Асқабақ ауылының тұрғындарының бірлігінің арқасында көлге су толып үлкен бір іс атқарылды. Ал Асық пен Кәмшаттың басынан кешкен қызықты оқиғалары мұнымен әлі бітпек емес. Келесі серияда кездескенше сау болыңдар балалар.